Жас өркен ықшам ауданындағы салынып жатқан үйде жаңа тегіс материал қала әкімі мен құрылыс компаниялардың басшыларына таныстырылды. Тың технология Қазақстанның оңтүстік аймақтарында кеңінен қолданылып жатыр. Биыл Mix Universal серіктестігі филиалын Петропавлда ашты. Біздің құрылысшылар барлық материалдарды өзге облыстардан әкеліп жатады. Салдарынан жолға қаражат жұмсалады. Сондай-ақ шеттен жеткізілген шикізат қымбатқа түскендіктен баспаналардың шаршы метрі де қымбаттайды. Егер тегіс материал Петропавлда шығарылса, құрылысшыларға да қолайлы болады. Жаңа тегіс материалда қоспаның екі түрі қолданылады. Нәтижесінде құрылысшылар қабырғаны 3 мәрте емес, 1 рет қана сылап өтеді. Ол кірпішке бірден жағылады. Оған тегіс гипсовая штукатурка, цементный штукатур жағудың қажеті жоқ. Ол нәрсені сразу жақсы болады. Қалыңдығы 3 сантиметрге жағылса болады. Компания өкілдері құрылысшыларға травертин материалын да ұсынды. Онымен үйдің ішкі және сыртқы келбетін безендіруге болады. Самое важное, что они производятся. Ең бастысы бұл материалдар біздің қалада шығарылады. Бағасын бағамдап арзанға түссе міндетті түрде қолданатын боламыз. Травертин материалын компаниямыз қолданған емес. Өзімізде шығарылып жатса, неге қолданбасқа деп ойлаймын. Mix Universal серіктестігі Қазақстанда 8 жыл бойы бизнесін дөңгелетіп келеді. Осы уақыт аралығында компания 9 өнімнің түрін шығарады.